сана құйып ойыңа, қуат беріп бойыңа, аққан жасы сел болған, етегі толып көл болған, беріш боп шері байланған, ұйқы беріп қайғы алған, қайғылыны уаттым. Бұл жыр алыбы Дулаттың өлеңі, кәдімгі Дулат, қайта оралған Дулат, жырлары қапасқа қамалған, ақыры бұғауды бұзып жарып шыққан Дулат, ұлы жазушы Мұхтар Әуезовке кейіпкер болған Дулат, Құлматтың қызғыштай қорған Дулаты, Мағауиннің жазадан жасқанбай өлеңдерін Ресейден бастырған Дулаты, Дулатты қалың қазақтың жаппай оқып жатқаны соңғы жылдардың еншісі, ал бір кезде мектеп оқулықтарында Дулат Бабатайұлы тіршіліктен түңілген, үмітсіздіктен налыған, сары уайымға салынып зарланған зар заман ақындарының бірі деп көрсетілетін. Дулат зар заман ақындары деп аталатын топқа жататын ақын. Көпке дейін Дулат туралы бізде сөз сөйлеуге болмады. Өйткені Қазақстан орталық партия комитетінің қаулы қаралары болды. Онда Дулат барынша кер тартпа, діншіл, Россиядан келген жаңалықты терістеген ақын деп бағаланған. Бірақ соған қарамастай екі түрлі пікір қатар өмір сүріп жатты. Қанша қудалағанменен қазақтың әдебиетшілері, жазушылары Дулатты белгілі дәрежеде көрсетті. Мысалы, Әуезов басында жақсы бағалаған, кейін Абай жолы романына қосқан, алғашқы Абай деп шыққанда ол өз атынан берілген Дулат. Кейіннен барып, түрлі саяси қысымдарға байланысты бұл атты өзгертіп берді. Сонда бұлардың ең кінәсі не? Қазір енді бәрін ашық айтатын заман ғой. Біріншіден біз дін дегеннің өзін құбыжық көрдік. Аузына Алла деп сөз алса, бісмилля деп сөз айтса, соның барлығы діншіл адам болып көрінді. Сондықтан Шортанбайдың, Дулаттың, Мұраттың аузынан бісмилля, Алла, Құдай дейтін сөздер түспеген. Бұл бір. Екінші, ең үлкен күнәсі бұлардың, ең қатты күнәсі ол орыс отаршылдығына қарсы шығу. Коммунистік идеологияның өзі бізге большевизм болып келді ғой. Ал большевизмнің екінші беті шовинизм екен. Біз өмір бойы орыспен дос болып өттік. Біз өз еркімізден қосылдық деген сөздерді оңды солды олай сөйледік, бұлай сөйледік. Сол уақытында соған байланысты өлең шығарған, жырлаған ақын жазушылардың барлығы да кер тартпа болып шыға келді. Тіпті әрдесін Шортанбай, Дулаттардың, тағы басқалардың діннен емес, отаршылдықты әшкерелегендігінің себебінен әдебиетіміздің тарихы, жалпы азаматтық тарихымыздан ысырылу себебінің бір сыр осында. Зар заман ақындары тілге тиек болғанда 1959 жылы Қазақстанның ғылым академиясы ұйымдастырған қазақ әдебиетінің мәселелеріне арналған ғылыми теориялық конференцияның материалдарын қайта бір парақтайтынымыз анық. Бұл басқосуда отаршылдық жүйенің жөнсіздіктерін жырлаған Шортанбай Мұраттарға қоса Дулат та сын садағына ілікті. Әсіресе әдебиетшілер әдебиетіміздің алыптарын сөз өнеріміздің тарихынан аулақтатуға тырысты. Ал 59 жылғы Шүйіншәлиев жасаған баяндаманы Мұқан болсын, тағы басқалар сынап, тым артық айттың, көтеріп айттың деген сөздерінің барлығы ол кезеңнің ғана идеологиясының сипат етті. Сол конференцияда Дулат туралы баяндамалар жасалынды, пікір алысылды, бірақ бәрібір қорытынды сөзді сөйлеген кезде Әуезов бұл мәселеге сол кездің саяси жағдайына қарап сөйледі. Бұл кезде де бұл мәселе ашылмады, зерттелсін, жоғарғы оқу орындарында жай мысал ретінде айтылсын, бірақ орта мектепте оқытылмасын деп жіберді. Содан кейін осы қалпында бұл тұрып қалды, бұл мұра. Дулат сияқты ақиық ақынның мұрасының қадірін танып, қасиетін білетіндер негізінен әдебиетшілер қауымымен ғылыми орта екені баршаға белгілі. Сондай шаңырақтың бірі Ұлттық ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.
Ақын мұрасын ғылыми тұрғыдан бағалап, салмақтап саралайтын, байыптап бағалайтын зерделі зерттеушілердің қызмет орны осында. Дулаттың шығармаларын жариялауға тыйым салынған жылдарда да бұл институт ақынның қолда бар мұрасын шашау шығармай сақтаған. Бұл ұлттық рух пен ұлттық мәдениеттің бесігі. Институттың ғалымдары дулаттануға әр қырынан келіп, оны қазақтың іргелі мәдениетімен байланыстыра зерттеу тұрғысынан ой толғайды. Олардың бәрі зар заман ақындары деп аталды дағы, сол топпенен бағаланып, барлық сол төңіректен ой қорытылып отырды. Дулат жөнінде жазылған тараулардың бәрі қысқа, сосын жаңа өзі көлемі жағынан әлсіздеу, кішкене көркемдік жағынан онша ойдағылай шыға бермейтін болды. Оның бәрі түсінікті. Абайдың бір өлеңі бар. Шортанбай дулат пенен бұқар жырау, сөзінің бірі жамау, бірі құрау дейді. Міне осы өлеңге байланысты бұл шығармалардың барлығы, бұл ақындардың бәрі түк көтермейтін ақындар деп бағаланып келді. Шын мәнісінде бұл кісілердің барлығы сол дәуірдегі өз дәуірінің үлкен мәселелерін, көкейкесті мәселелерін жырлаған, халықтың мүддесін мұңдаған, жырын жырлаған ұлы ақындар еді. Дулаттың ақындық мектебі болды, Дулатқа дейінгі ақындық мектеп болды. Бұл Ақтайлақ бидің ақындық мектебі. Бұл туралы айтсақ, Ұлы Мұқан Мұхтар Әуезов осы Ақтайлақ бидің ақындық мектебі туралы талай өзінің ғылыми еңбектерінде, монографиясында жазып кеткен болатын. Мәселен, Сыбанның 17 ақын деген атақты ақындық мектеп туралы. Бұл туралы аңызда ақиқат дейді. Негізі бұл аңыз емес, ақиқат. Бұл туралы Мұқан үлкен баға берген болатын. Осы ақындық мектептің көшбасшысы Ақтайлақ би. Сол Ақтайлақ биден үлгі өнеге алған, оның әрі туысы, әрі шәкірті Дулат Бабатайұлы. Сондықтан біз ақындық мектеп болды дейміз. Дулат ақын, Ақтайлақ би бастаған 17 ақынның айтыстық өнерін емес, ақындық мектебін өзінің үлгі етіп алды. Әдебиеттану ғылымының іргелі шаңырақтарының бірі болып саналатын бұл институтта дулат мұрасына қатысты зерттеу жұмыстары тұрақты жүргізіледі. Ақынның шығармалары бірқатар диссертациялық еңбектерге арқау болған. Сонымен қатар тікелей дулат өлеңдерін нысанаға айналдырған ғылыми ізденістер де бар. Ұлттық университетте жыр алыбының ақындығына тереңірек бойлаған зерттеушінің кандидаттық диссертациясы қорғалса, бұл институтта дулаттануға байланысты бірқатар еңбектер әзірленіп жатыр. Дулат ақынды зерттеу, тану мәселесі тек қана кейінгі жылдар ғана мықтап қолға алынды. Бұл ретте біздің институттың қазақ әдебиет тарихы бөлімі Дулат ақынды өзінің жоспарлы тақырыбына енгізіп, оның өмірі мен шығармашылығын тереңдеп зерттеу үстінде. Бұл ретте белгілі әдебиет тарихшысы, ғалым, ғылым кандидаты Мұхаммед Рахым Жармахмедұлы үлкен тарау жазып, осы 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы атты үлкен зерттеу еңбекке ұсынып отыр. Сонымен бірге болашақта біздің институт ғалымдары Дулат ақынның шығармаларын түгелдей дерлік жинап болғаннан кейін барлық архивтегі қолжазбалар қорындағы оның шығармаларын бір үлкен жинаққа топтастырып жеке кітап етіп шығармақшы. Осыған дейін біз Дулат ақынның шығармалары тек қана өсиетіне арналған топталды деп келсек, енді осы орталық ғылыми кітапхана қорындағы анау Семей өңірінде жиналған материалдарды топтастыра келе, Дулат ақынның бұған дейін де кейбір осы алдындағы жинақтарға кірмей қалған өлеңдерін, толғауларын, тағы 2-3 поэмасы, дастандары, соларды жеке топтастырып, осы жаңа жинаққа енгізбек жүрміз. Дулат мұрасының дені осы институттан таяқ тастам жерде орналасқан орталық ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында жинақталған. Әр жылдарда әр зерттеуші тапсырған құнды дүниелер қорды байыта түскен. Дулат өлеңдері де тірнектеп мұра жинаушылардың тынымсыз еңбегінің арқасында қолға тиген. Дулаттың алғашқы қолжазбасы 1978 жылы март айында Бөкенес кітапханасынан сатылып алынған 167 сомға. Оны Бөжеев деген кісі
жинап өзі сол кітап магазинге өткізген, сол жерден сатылып алынған. А екінші қолжазбасы 1300 екінші номерлі, ол да магазиннен сатылып алынған. Одан кейінгі бір құнды несі кітабы, ол Қазаннан шыққан 1880 жылы. Оны Санкт-Петербургтан бізге кітапқа ауыстырылып, 10 сомға деп бағаланып, Санкт-Петербургтан алынған. Және бір қолжазбасы, ол жаңағы айтып кеттік, Шәкір Әбенов жинаған. Оның ішінде 4-5 дәптер бар. Бұл тарихтың қойнауына тереңірек үңіліп, көне мұра іздеушілердің жиі келетін орны. Елдігімізден, ұлттығымыздан хабар беретін жәдігерліктердің біразы осынау қастерлі мекеннен табылады. Талай-талай әдебиетші ғалымдардың зерттеуіне өзек болған Дулаттың тасқа басылған тұңғыш кітабы Өсиетнаманың бір данасы да осында. Әдебиетші ғалымдардың қай-қайсысы да Өсиетнамаға байланысты өз пікірлерін айтқан. Ғылым әлемі әрқилы тұжырымдардың сарапқа салынатындығымен бағалы. 1880 жылы басылған Өсиетнама төңірегінде де түрліше топшылаулардың орын алып жүрген рас. Әйтсе де, осы кітапқа енген Дулаттың өз өлеңдері мен өзге ақындардың шығармаларының ара-жігін ажыратуды ұсынған талантты ғалым Құлмат Өмірәлиевтің пікірі әлі күнге дейін құнын жойған жоқ. Қазақтың аса бір дарынды ерте кеткен ғалымы болды Құлмат Өмірәлиев. Сол осыны терең зерттеуді нысанаға алды. Жұрттар айтты, осыдан таяқ жейсің, мынандай. Жоқ, мен бұл ақынды таныдым, қалай болса да алып шығуымыз керек деп, сол монография жазды. Монография жазылғаннан кейін бұл монографияға жақтаушылар да көп болды, қарсылар да көп болды. Бұл тіпті ол кезде КГБ дейміз ғой, соның назарында ілінді. Орталық партия комитеттің өз бұны назардан тыс қалдырмай отырды. Кітап шықты. Кітап шыққаннан кейін Германияда Мюнхеннен 25 минут остурал передача болды. Сол кезде қоғамдық ойдағылар, ресми адамдар қатты даурықты. Кейін бәрібір көздері жеткеннен кейін бұны қойған етін. Өмірәлиев дейтін бір жігіт өткен дүниеден, Құлмат. Содан кейін солының кітабына байланысты кім Рабиға Сыздықова бір жақсы мақала жазған. Осы Дулаттың өнерін, Құлмат та, Рабиға да бір ғажабы тілшілер біздің әдебиетшілерден әрірек, тереңірек барды. Бұлар жазба әдебиет пен ауыз әдебиетінің арасында, әсіресе Дулаттың творчествосы жазба әдебиет пен ауыз әдебиетінің ортасындағы алтын көпір дейтін жақсы ойды айтты. Құлмат Өмірәлиев дейтін азамат осы Замана саз деген жинағын шығарды 91 жылы жазушы баспасынан. Мұнда мынау әлгі Шәкір Әбенов дейтін ақсақалдың қолжазбаларына сүйене отырып берді. Бұл шығармалар өте құнды жинақ. Әрине, ол кезде Құлмат бұл жинақта алғы сөзді екі бас атабақ алғы сөз жазды. Дулат жөнінде. Оның ішінде жаңа көптеген мәселелер бар, қатысы жоқ. Бірақ оның бәрін сол кездегі саясатқа ыңғайлап барып жазды. Үйтпесе бұл кітаптың шығуы мүмкін емес еді. Дулаттың өзі екі күйген жан. Мен бір кезде мақала жаздым. Екі күймек бір жанға әділет пе деген. Сонда патша үкіметі бұны қудалап, кітабын шығартпастай жұлмалап, 1880 жылы Өсиетнама дейтін кітабы шыққан. Сол шықты. Бірақ ол кітап кімнің өлеңдері болғанменен негізінен дінді насихаттаған Кердары, Шортанбай, Мәулекей деген тағы басқа ақындардың өлеңдері қосылып кетті. Бірақ соның өлеңдері де бәрібір жаңа Дулаттың өлеңі деп бағаланды ғой. Міне Қазақстанның қоғамдық ойдағы көбінесе қарсы келетіні сол кітапқа сүйеніп отырды. Кейіннен Өмірәлиев бұны текстологиялық жағынан зерттей отырып, жаңа қолжазбаларға сүйеніп отырып, бұның мүлде басқа ақын екендігін дәлелдеп шықты. Дулат өскен өңір шежірелі мекендердің бірі. Ата-баба тарихына аса бай Аягөз өлкесі, Атақоныс, Ақжайлау мен Сандықтас ақын жырына армансыз арқау болған. Өлеңдерінде өз жерінің мәртебесін биік қойған, өзгенің табанында тапталғанына күйінген, сөйтіп жырымен жұртын оятқан, ұлтының рухын көтерген.
17 ғасырда Сыбан деген елден Ақтам өтіп шыққан, 18 ғасырда Ақтайлақ. Одан кейін шыққан мына Түбек пен Сабырбайдың батасын алып шыққан Дулат, Дулаттың батасын алып шыққан Әріп осындай үзілмеген ақындардың бар екендігін сездім. Аягөзді біз емес, жалпы қазақ ғалымдары, зиялы қауым үлкен зерттейтін бұл үлкен бір өнер ордасы жатқан, генофонд жатқан жер. Мысалы, анау Сыбанның өзінің Жангөбінен 17 ақынның шығуы, сол 17 ақынның негізі бәрі де осы Дулаттың ақындық мектебінен үйренді десек, мен артықты айттым деп ойламаймын. Сол Аякөзде Дулат ақын мәңгілік тыныс тапқан, қайда жерленгені бертінде ғана анықталған, көз көргендер әйтеуір жыр жүйрігінің жатқан жерін жадында ұстап қалыпты. Ағайын туыстардың жөн көрсетуімен Дулат қорымының белгілі болғанына да 10 шақты жылдың жүзі болған. Мына Дулат атамыздың жас күннен өлеңдерін оқып, және ақындардан естіп бір жайлаған жердімді қызығып осы кісіге жастайынмен ден қойдым. Сонан 1993 жылы маған келген Шәрбана апа келіп амандасқаннан кейін сол кісіден сұрай отырып, сен кімсің деп, мен Асқардың қызымын, атым Шәрбан. Ал енді қандай Дулатқа қатынасың бар деп, Дулат менің әкем Дулаттың жақын ағайындарының қызы, бірге туған деп. Сонысын мен оған айттым, онда өте жақсы болды. Мен сол кісінің қамыр топырағын көргім келеді дедім де, мәшине жалдап алдым дағы, Шәрбанды салып алып, оның аққан бетімде ана Сапқозға барып, Сағатбек дегенді алып, және бір мұғалім бар, зираттың басына бардық. Әрине, алғашқыда қорымдағы көп зираттың қайсысы Дулаттікі екенін анықтау қиынға түскені мәлім. Көнекөздерден қалған мәлімет бойынша жыр жампозының басына қазақтың тағы бір арқалы ақыны Әріп Тәңірбергеновтың өзі белгітас қойып кеткен көрінеді. Әріпке қатты риза болдық, өйткені мұндай аса атақты кісінің басына Дулат, оның артынан Әріп деп тасқа жазып кеткендігі, Әріптің өте білгіштігі, ғалымдық екендігін өзіміз жанымыз әбден сезді, риза болдық Әріпке ғана. Әріп қойған белгітас көпке дейін таптыра қоймайды. Бәлкім іздеушінің жоқтығынан, бәлкім тарихтың қойнына жасырынған құпиясының оңайлықпен алдыра қоймайтындығынан, әйтеуір ақынның қабірін дөп басып айту екінің бірінің қолынан келе бермегені рас. Ақыры Әріп қойған белгітасты Алматыдан арнайы барған қаламгерлер іздеп тауыпты. Бергі қойылған жер Сартас қойып кетті, Қабдеш ағамыздан бір жұма бұрын. Келдім, мұнан өртедім. Аны қарау мүмкін емес. Ішін өртедік, соңғы қабір анықталды. Сонан біз ойлағанбыз, енді Дулаттікі болатын болса, бірінші қабірдан басталатын шығар деп енді. Жоқ, ар жағынан жаңағы тасты көрдім ғой мен. Дулат астында Әріп деген жазуы бар, кешке жақын сағат 9-дан 10 минут өткенде. Көптен қараусыз жатқан зираттың жайы қаламгерлердің қабырғасына батқан. Халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов осы мәселемен Аягөзге әлденеше рет ат ізін салған. Мақсат біреу, қазақтың бір туар ақыны Дулат Бабатайұлының атын ардақтау, өмірі мен шығармашылығына қатысты деректерді айқындай түсу. Алматыдан шығып Аягөзді бетке алған қаламгерлер тағылымды тұлғаны танытқан үстіне таныту мақсатын көздейді. Мынау Дулат осы жерде жатыр. Мына Әріп Тәңірбергенов өз қолымен қойған, және жабайы тасқа өте қиындықпен жазған. Дулат деген, Әріп деген сөз әрең сыйдырған. Міне Д. Мына көлеңкені жақсы көреді, міне Д. Міне У. Уды былай түсірген міне. Ду сыймағаннан кейін. Енді міне Л. Л былай кетті міне. Дула міне. Енді міне тынасына түсірген міне. Дулат міне ойығына дейін тұр. Міне қуысына дейін тұр міне екі. Дулат. Ана Әріп деген әріп міне А. Жарықтық аруағын айналай. Аны түсірген міне. Содан кейін міне Р. Міне. Ар міне. Міне жерден шапқан міне. Содан міне. Ар. Міне Әріп міне кеттім Б. Әріп міне. Есіне жазылған міне. Тұр міне. Міне астында точка міне.
әріптеп жазған. Бұл тасы мен ойлап отырмын, әріп бабамыз Дулат бабасының басына 1920 жылдар келіпті дейді, жаңағы айтуы бойынша Шәрбан апайдың. Осы жерде жатып көп әңгіме құрған, Дулат ұмытылмасын деген, әкеп сол басын орнатып кеткен осы тасты. Әдебиетшілер арасында пікірталас тудырып жүрген мәселенің бірі Абайдың ақындарға сын айтатын өлеңінде Бұхар мен Шортанбаймен бірге Дулаттың да аталуы. Абай өлең өрнегі өзіне үлгі болған ақынды қай тұрғыдан сынап мінеген. Бұл сан алуан ой тұжырымға өзек болар салмақты сауал. Абаймен байланыстырады көп жағдайда. Шортанбай Дулат бұнан Бұхар жырау, сөзінің бірі жамау, бірі құрау. Міне осыны анау қызыл саясаттың кезінде әр түрлі жолға салды. Бәрі жамау, бәрі құрау. Абай бұлардың бәрін сынаған, терістеген. Бір ұрпақ, мысал біздің ұрпағымыз, сол Абай ана үшеуінде терістеген, өзі мықты ақын деген жалған көзқарастың шеңберінде қалдық. Кейіннен мынандай жағдай ашыла бастағаннан кейін біз бұған араласа бастадық. Не себепті бұл кісі бірі жамау, бірі құрау деген? Мысалы жаңағы Бұхар кімнің Дулаттың өсиетнамасын оқысаң, оны сен де айтасың. Мынау шынында да бірі жамау, бірі құрау ғой. Абай бұны қай уақытта оқыды? Абай бұны 35 жасында оқыды. Абай ақындыққа 40-да құлай берілді ғой. Соға шейін қатты іздену үстінде жүрген, мынаны оқығаннан кейін ол солай баға беруі мүмкін. Дулат Бабатайұлы өзінің ақындыққа, көркемдікке, жыршылыққа деген талғамы өте жоғары ақын болған, талғампаз ақын. Мен сіздің бір ғана өлеңнен бір кішкентай ғана үзінді оқығым келеді. Бұл өлең бүкіл ақындықтың биігі қандай бол, ақындықтың биігі шыңы қандай болу керек деген мәселеге жауап беретін өлеңдер. Мысалы, тегімді менің сұрасаң, қалың найман нуынан, жырымды менің сұрасаң, саралтынның буынан, сырымды менің сұрасаң, туманың тұнық суынан, кеудеме қайғы толған соң, тұнық жермен жуынан, дейді. Қараңыздар, не деген талғампаздық. Яғни Абайға да үндес осы жерде. Әрине Абай Дулаттың, Шортанбай, Мұраттарды сынағанда олардың өлең жырларынан үлкен кемістік тауып, немесе бір оларды кемістейінші деп жырлаған, сынаған жоқ. Оның дәуір талабы солай болды. Абай біздің поэзиямызды жаңа бір биік кезеңге көтеру керек болды. Сондықтан бұрынғы ақындардың барлығының жақсын қабылдай отыра, кейбір сындарына, кемшіліктеріне сын көзбен қарап осындай сынағаны рас. Дулат поэзиясының Абай жырына үлгі өрнек болғаны туралы үнемі айтылып жүр. Дулаттан Абайға дарған, мазмұнын сақтап қайта түрленген образдар жеткілікті. Әсіресе бұл мәселені өз еңбектерінде тілші ғалым Рабиға Сыздықова, әдебиетші ғалым Мекемтас Мырзахметұлы, сыншы Тұрсынжан Шапай және басқа зерттеушілер жеріне жеткізе айта алды. Дулат Абайға дейінгі әдебиеттегі бірден бір классик ақын. Қазақтың ауызша поэзиясын жазба поэзияға ұластырған екі арадағы көпір. Үшіншіден бұның бүкіл шығармалары сол отаршылдық қысымға қарсы шыққан. Бұның бағасы осы тұрғыдан берілді. Осындай Дулаттың айтып кеткендерін жеткізген, жарқыратып көрсеткен ойлар Абайда жиі кездеседі. Мен 12-13 түрлі нелерін білем. Әуелгі қазақ деген жұрт миығыңды көрсетпей, ұстарасыз өскен мұрт. Ал осыны Абай қалай дамытады? Қалай жеткізеді? Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртым. Жақсы менен жамандық айырмадың, бір қан, бір май боп екі ұртың. Демек, ана кімнің Дулаттың айтайын деген ойын арғай дамытып жеткізген уақытында Абай өзіне тән классикалық сипаттарды тартып жібереді. Бұларын қарап отырсаңыздар, бұлардың барлығы Абайдың сынаған кісілерінің тұлғаларын осы әуелім Дулаттан көреміз. Дулаттың шығармаларында осылардың сұлбалары жасалған, солардың сипаттары берілген, көркем өрілген. Соны Абай сырлап, өңдеп, типтік дәрежеге көтереді.
Абай Дулаттан көп сусындаған, тікелей Дулаттың жалғасы деуімізге болады. Абайдың алдындағы қазақ жырындағы ең биік тұлға, ең ұлы ақын осы Дулат болып табылады. Дулат ақынның Мұхтар Әуезовке кейіпкер болғанында жұртшылық жақсы білет. Жас Абайға өнеге көрсеткен ұстаз ретінде бейнесі жасалған барластың бойынан ойлы оқырман әйгілі ақынның іс-әрекетін, мінез құлқын көреді. Мұхтар Әуезовтың Ақын-аға дейтін 1951 жылы мекен 52 жылы шыққан кітабы бар. Мынау Абай жолының алғашқы кітаптарының бірі болатын. Бірақ сол Дулатты атадың, Дулатты Абайға ұстаз етіп қойдың деп біздің қызыл көздер бәле жапқаннан кейін әлі жерде Мұқан ол Ақын-аға дейтін кітабын мынау Абай жолы эпопеясына қосқан жоқ. Кімнің Дулаттың атын аталмай қалдырмау үшін оның атын кейінгі кітаптарында өзгертіп басқа атпен берген кезі бар. Мұхтар Әуезовтің барласы кім деген кезде Дулат екенін Әуезовтің көзқарас оқырмандары білді. Бірақ та біз өзіміз кезінде сол қадам ұстап келеміз. Әлде сол өлкенің бір перзенті ретінде өткенге кеткен жөнінде пікір түйіп, ел аузындағы сөздер жырауы кешегі ақсақалдарымыз, біздің үлкен қарияларымыз осындай үлкен қабырғалы бабамыз болған айтып отыратын. Дулат қазақ өлеңіне зор жаңалық әкелді. Отарлаушылардың оларға ілескен атқамінерлердің әжуа образдарын қатарға қосты. Қазақ поэзиясында бұрын болмаған үрдіс көрсетіп, сұлу сөзбен сурет салды. Жазба әдебиеттің негізін қалады. Ең таңқаларлығы жыраулық дәстүрден желі боп тартылған өлең құрылысын өзгеше тәсілмен көріп шықты. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы 7-ші ғасырда Туран елінде оның ұлы қағаны алып Ер-Тоңа дейтін кісі болған. Бұл шахнамада Фирдаусидің өнген олардың діни кітабы бар ғой, Авеста дейтін, сонда мифологиялық образында жырланып кеткен, бірақ теріс қабылданып отырады. Міне осыны Махмұд Қашқари 15-ші ғасырда түрік сөздерін жинаған кезде ел арасында жинап жүріп, жаңағы алып Ер-Тоңа туралы епістік жырдың үзіндісін берді. Менің санауымда 600 өлең жолы, яғни 150 шумақ. Осындағы желілі ұйқас дейді әдебиетте. Б болып келіп отырады. Сол біздің ерамыздан бұрынғы 7-ші ғасырдағы осы өлеңнің формасы келіп Дулаттан табады. Оның тырнақтай мені солған соң дейтін өлеңінде осы формамен жазылған. Кейін осыны Абай ары қарай жалғастырды. Ұста соққан темірден деген өлеңінде кетпен, соқа, айбалта, балта секілді нердің барлығын айтып келеді. Бұлардың барлығы кейбіреулері ғана соғысқа қолданады да, көбісі еңбекке пайдаланады деп дейді. Бұл жақсы дейді. Бұл өмір сүру үшін қажет. Ал енді ұстаның қолынан айбалта да шығады, ал ұстаның қолынан мылтық та шығады дейді. Ал ұста соққан мылтықтан еліңді қорғасаң, жеріңді қорғасаң, ол сенің адамдығың, азаматтығың дейді. Егер де сол жылы өліп кетсең, Алла алдында күнәң жоқ деп келеді. Ал егер де сол қылышпенен, сол найзаменен, сол қылышпенен, мылтықпенен әділетсіздерді, жоқ жітіктерді егер де зарлатсаң, тартып алсаң малын дейді, ол дүниеде өзің жауабын бересің дейді. Келер жылы күнәм жойқын тәубем аз, тіршіліктен не таптым, дүние жемтік мен төбет, соны бақпай не бақтым, ырылдасып әркіммен не қапқыздым, не қаптым деп қазақ өлеңіне өзгеше өрнек салған Дулат ақынның туғанына 200 жыл толады. Қилы-қилы заманды, заманға сай адамды қапсыз бейнелеп, ұлттық рухын отаршылдардың ойранына қарсы қойған жыр алыбының асқақ үні әлі де сан ғасырдың көшіне ілесер анық. Өйткені ақынның өзі айтқандай, ойға сана құйған, бойға қуат берген семсер сөздің құдіреті қос ғасырда да, 5 ғасырда да уақыттың ырқына көнбек емес.